сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Сәлеметсіздер, жақсы. Сабағымызды бастамай тұрып, көңіл күйімізді қалыптастыру үшін додекаэдр әдісімен қолданайық. Яғни сендерге жұп-жұпқа берем, сендер осы бойынша амандасатын боласыңдар. Жарайсыздар оқушылар, енді біз сабағымызды бастайық. Тақырыбымызды жазу үшін осы суретке назар аударайық. Суретте не көріп тұрсыңдар? Жануарлар және де оның қаңқасы. Екінші Балық, бүгінгі біздің тақырыбымыз омыртқалы және де омыртқасыз жануарлар. Жануарлар бізде үш тілде бар. Жануарлар, животные, animals. Енді біздің сабағымыздың мақсаты омыртқалы және де омыртқасыз жануарларды топ-тобымен ажырата алатын болып үйренеміз. 4 топқа бөлінеміз. Осы топқа бөліну үшін біз мына жерде тұрған карточкаларға келіп алайық. Біз тақырыбымызды бастайық. Омыртқалы жануарлар. Омыртқалы жануарлар ол яғни денесінде омыртқа жотасы бар, ішкі қаңқалары бар жануарларды атаймыз. Мысалы бізде керек, жылқы, қой болсақ, омыртқасыз жануарлар ол бізде омыртқа жотасы болмайтын. Яғни мысалы біз келтірсек жұлдызша, медуза, тақтадағы тапсырманы істеу үшін бір оқушыны шақырайық. және де қоңыз, арат. Бізде омыртқа ол бұлшық етпен серік ұстап тұратын тірек болады. Яғни бұл бізде суретте тірек деген сөз шықты. Енді топтық тапсырманы істеу үшін менің көмекшім Айша жасанды сендерге топтық тапсырмаларды түсіндіреді. Арыстан тобы интернет ресурсын пайдаланып арыстан мен медуза туралы мәлімет жазу. Анимал скрипт қосымшасы арқылы жануарларды қозғалу мен дыбысталуын көрсету. Зомбис тобы интернет ресурстарын пайдалана отырып көбелекпен балапанның ішкі құрылысы туралы мәлімет жазып айту. Мерген кодты пайдаланып көрсету. Оқушылар тапсырманы түсіндіңіздер ме? Ендеше тапсырмаға кірісейік. Кім жұмысын аяқтады? Ендеше келіп қорғайық. Арыстан ол бізде жыртқыш болып саналады, яғни мысық тұқымда. Салмағына келетін болсақ, аталығының өзі 180-250 килограмм құрайтын болса, ағы 150. Суретке көріп тұрғаныңызда бұл денесі қалпақ пен қырмаушылардан тұрады. Қырмаушылардың уы бар, сол арқылы өзінің жемін жыныстандырады. Енді біз ортаға екінші топ қызыл қоныс тобын ортаға шақырайық. Көбелектің құрылымы бізде үш негізгі бөлімнен тұрады: басы, кеудесі және ішкі құрсақ бөлімдері болады. Көбелек мынаның ішінде қанаты осылай жарыққа шығады. Жұмыртқаның құрылысына келетін болсақ, ол қабық асты мембранасы. Яғни ол бізде жұмыртқаны микробтан қорғап тұратын жұқа қабат болып табылады. Жұмыртқадан шыққан кезеңі болып табылады. Яғни балапанның сыртқы құрылысы бізде ең алдымен басы, және басында көзі және тұмсығы бар, оның қанаттары, қауырсыны және екі аяқтан тұрады. Қарайсыздар, өте жақсы. Қызыл қоныс тобы. Балалар, енді біз сергін өсетін жасап алайық. Енді ортаға үшінші қоян тобын шақырамыз. Бір жалпы қашаған ортадағы ең үлкен африкалық пілдің биіктігі 40 метрге дейін барады екен. Жираф туралы айта кетсек, жираф әлемдегі ең бойы ұзын жануарлардың бірі. Оның ұзындығы 5-6 метрді құрайды. Жүрегі өте үлкен, 5-6 килограммды құрайды. Табиғаттың ерекше құбылысы болып табылады. Олар өздерінің әдемі жолақтарымен ерекшеленеді. Өте ақылды жануар. Ол ағаштарға секіріп, жеміс теріп жейді. Соңғы шегірткелер тобын ортаға шақырайық. Бойынша біз ChatGPT-да менің сүйікті жануарым атты өлең сұрап шығарып, және де оны Сула бағдарламасына салу керек болғанбыз. Өлең жолдарын оқып кетсек енді оянам мен шаттықпен. Қатынарым және менің самысы шаттық тура жағын. Осым бар ғой, сен есімде ең жақын, менің сүйікті жануарым. Енді сабағымызды қорытындылау үшін мен қазір есіктер ашатын боламын, оған топ-топ болып жауап бересіңдер. Бірінші топ жауап береді. Мен бүгін білдім. Баста омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың қалай бөлінетінін және қай топқа қайсы жататындығын білдім. Бізде екінші сұрақ омыртқалы жануарлар жатады. Екінші топ жануарлар. Ит, құс, балық омыртқалы жануарларға жатады, ал қалғандары омыртқасыз жануарларға жатады. Енді сабақтың соңы келді. Сіздерге сабақ ұнаса алақан әдісімен бас бармағыңызды көрсетіңіз.